Сәлем достар! Бүгін жаңа жоба күн сайын. Сіздерге күн сайыннан күн сайын жаңалық. Ата көрген оқ жанар, шеше көрген том пішер деген осы ғой. Күн сайын бағдарламасы халқымыздың қазыналы қыз тәрбиесін арқау етеді. Ұлттың үш айқын белгісі тіл өнері, қол өнері, көркем өнері. Ендеше күн сайын бағдарламасының жез оймақ айдаршасы бойынша бүгін біз құрақ құрау өнерін осы Парида шеберлікке тәрбиелеу орталығында үйренетін боламыз. Біздің бүгінгі құрақ құрап үйрену сабағымыз қасымызда тұрған Майра ұстаздың жетекшілігімен болмақ. Жарайды балапандар, талаптарыңа нұр жаусын. Сонда бүгін қандай құрақты құрап үйренгілерің келеді? Біз бүгін қызықты ботагөз құрағын құрап үйренгіміз келіп тұр. Жарайды, ендеше мен сендерге өлшемдерін, тігілу барысын көрсетіп берейін, ары қарай өздерің жалғастырыңдар. Алақай, ендеше кеттік. Мінекей балалар, ботагөз құрағы деген осындай болады. Біз енді осыны ортасынан бастап отырып, өлшемдерін қиып, ортасынан шетіне қарай құрап отырамыз. Ортасындағы көзді міне гүлді матадан таңдадым. Бұның өлшемі болса 9-да 9 сантиметр болу керек. Сіздерге пышақ ұстауға болмайды. Сондықтан біз тек осылай қаламмен сызып алып қиямыз. Мінекей 9-да 9 сантиметрлік ортасына келетін көзіміз дайын болды. Енді біз осыны айналдыра мынандай ақ түспен қоршаймыз. Қане біреулерің 12-де 12 сантиметр шақпақ сызыңдар. Енді осы шақпақты қиып алуымыз керек. Мінекей тамаша. Енді осы матамызды біз 4-3 бұрышқа бөліп алуымыз керек. Мінекей. Енді осыны біз қиып алуымыз керек. 4-3 бұрыш болды бізде. Енді бірінші басқышта біз осы көздің айналасындағы 4 ақ 3 бұрышты тігуіміз керек. Дәл осылай қойып көреміз. Сендерге үйрету үшін қойып жатырмын. Тіккен кезде бізде осындай болып шығады. Ал күн сайын осыны тігіп шығасың ба? Сендерге бірінші тігісті тігіп көрсетейін. Бұны жарты сантиметр тігіспен тігетін боламыз. Мінекей, енді келесі жағын осылай бекітіп берем. Қалған 3 жағын үшеуің тігіңдер, е? Мінекей, тамаша. Әдемілеп үтіктеп аламыз. Бұны өлшейміз. Енді біз осы 13-те 13 сантиметрлік матаны таңдаймыз. Осының сыртына сендерше қандай түс келетін сияқты? Менің ойымша, мұна көк түс әдемі сияқты. Осы көк түсті қияйық. Тамаша, енді осыны қиып шығу керек. Тамаша. Жаңағымен ұқсас қимаймыз. Оң беттерін бір-біріне қаратып беттестіріп қоямыз да, онан кейін біз инемен бекітіп аламыз. Енді біз айналдыра бітеу қолып отырып тігіп шығамыз. Кәне күн сайын сен тік. Енді біз мына бұрыштарды тұтастырып сызып аламыз. Енді біз осы сызықтар бойынша осы көк түсті матаны қиюымыз керек. Бұрышына дейін қиямыз. Кәне бүлдіршін, мен қиып келген жерден бұрышына дейін сызықты бойлап отырып қиып шық. Келесі басқыштар дәл осымен ұқсас. Мінекей біз қиып алдық. Осындай 15-те 15 сантиметрлік квадрат шықты. Мына жеріне жабыстырып қоямыз. Иә, мына жағына қарама қарсы қояды екенбіз, иә?
айтпақшы инемен бекітеміз, иә? Бекітеміз. Кеттік, инемен бекітейік. Енді шетін айналдырып тігеміз емес пе? Иә. Ендеше кеттік, тігейік. Кесіп аламыз. Иә, осылай кесеміз. Менің ойымша мынаны енді жазып өтіктеу керек. Сонда нағыз ботаның көзіне ұқсайды. Кәне, тамаша құрапсыңдар балалар. Мынаны енді сыртынан және бір қатар жүргізуге, үлкейте беруге де болады. Бірақ ең кішкене түрі осындай болады. Өте әдемі. Үйреніп алдыңдар ма? Иә, өте қызықты құрақ болды. Иә. Бізге өте қатты ұнады, иә? Иә. Ең оңайы. Иә, кішкентай достар, бүгін біз мынандай қызықты ботагөз құрағын үйрендік. Өте қуаныштамыз. Күн сайын бағдарламасының келесі берілімінде бұдан да қызықты құрақтармен әртүрлі бұйымдарды жасайтын боламыз. Күн сайын бағдарламасы, күн сайын сіздермен бірге. Келесі берілімде кездескенше, аман сау болыңыздар.